тәуелсіз Үндістанның қандай мәселелері отарлық өткенмен байланысты? Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Үндістанда тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қозғалыс күшейе түсті. Үнді ұлттық конгресі партиясы британдықтардың әскери күш-жігерін қолдамауға шақырып, азаматтық бағынбау науқанын бастады. Науқан басталды, бірақ соғыс аяқталғаннан кейін Үндістан көтеріліс алдында тұрды. Соғыс уақытының ауыртпалығы, майдандарды қамтамасыз ету қажеттілігін туындаған аштық халықтың шыдамдылығын азайтты. 1945 жылы жазында Үндістанның кейбір ірі қалаларында көтерілістер басталды. Олар британдық монархияның үнді субъектілерінен құрылған әскери бөлімдерде таралды. Мохандас Карамчанд Ганди, Үндістанның саяси және қоғам қайраткері, Үндістанның Ұлыбританиядан тәуелсіздік қозғалысының жетекшілері мен идеологияларының бірі. Оның зорлық-зомбылықсыз философиясы бейбіт өзгерісті жақтаушылардың қозғалыстарына әсер етті. 1921 жылы Мохандас Ганди Үнді ұлттық конгресінің көшбасшысы болды. Ганди жариялаған күрес принциптері гандизм деген атпен танымал болды және сатьяграха, ақиқаттағы табандылық, зорлық-зомбылықсыз әрекеттерге негізделген қарсылық тұжырымдамаларына негізделген Ганди мен оның пікірлестері Ұлыбританияның диктатурасына қарсы болды. Мысалы, ағылшын өндірушілері шығатын өнімдерді елемеу. Ганди касталық теңсіздікті жоюға елеулі үлес қосты. Ганди Мохандас Карамчанд үнді саясаткері, қоғам қайраткері, идеолог және ұлттық тәуелсіздік қозғалысының жетекшісі. Елдің бірінші премьер-министрі Джавахарлал Неру болды. Неру курсы бағдарламасы экономиканың мемлекеттік секторының басым дамуы, саяси жүйені демократияландыру, антифеодалдық, антиимпериалистік іс-шаралар өткізу, бейбітшілік сүйгіш сыртқы саясат. Бағдарлама негізінде үнді социализмі, қоғамның игілігі үшін жеке меншікті шектеу. Индира Ганди үкіметі 1966 жылы Индира Ганди премьер-министр болып тағайындалды. 1960 жылдардың аяғында Индира Ганди үкіметі ұсынылған 10 тармақты бағдарлама қарастырылған. Экономиканың мемлекеттік секторының рөлін күшейту, национализм, банктердің бағаны бақылау және монополиялардың қызметін шектеу, шағын бизнесті ынталандыру, жалақыны көбейту. Джинна Мұхаммед Али, Үндістан мен Пәкістанның саяси және мемлекет қайраткері, тәуелсіз Пәкістанның құру қозғалысының жетекшісі. Мұсылман лигасы 1934 жылдан бастап Пәкістанның бірінші генерал-губернаторы. Джинна ағылшын үстемдігінен босату үшін бірлескен күрес, мұсылмандар мен үндістердің бірлігін жақтады. Үндістанда тұратын екі ұлт территорияның негізін қалаушылардың бірі үнділер мен мұсылмандар деді. Үлгі бұл бір нәрсенің заңдылығы, негізделігі, шарттылығы. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.